Сәлем достар, бүгін сіздермен медовый торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен медовый торт өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен коржысын жасаймыз. Орташа отта бал мен сары майды ерітіп аламыз. 1 шай қасық соданы салып, карамельді түс болғанша тоқтамай араластырамыз. Міне осындай болу керек. Енді басқа ыдысқа құйып суытып қоямыз. 3 жұмыртқаны араластырып, үстіне қант қосамыз. Суыған балды аз-аздап қоса отырып, миксерді тоқтатпай араластырамыз. Үстіне ұнды еліктен өткізіп саламыз. Лопатканың көмегімен біркелкі етіп аламыз. Пергамент қағазға ұн сеуіп, бір бөлігін саламыз. Менде 5 бөлік болды. Қолымызбен осылай иілеп, пергамент қағазына қойып, бетіне ұн сеуіп, жайып аламыз. Форманың немесе тарелканың көмегімен айналасын кесіп, шаншқымен осылай тесіп шығамыз. 180 градус пеште 5 минут пісіріп аламыз. Айналасындағы коржды бөлек ыдысқа салып, кремін жасаймыз. Қаймақтың өзін 2-3 минуттай араластырып аламыз. Үстіне сгущенканы қосып, қайта араластырамыз. Крем дайын. Енді коржға кремімізді жағып шығамыз. Кремді жан-жағына да жағып, әсемдейміз. Жаңағы қалған коржды үгітіп аламыз. Торттың ортасына крышканы қойып, айналасына жан-жағына сеуіп шығамыз. Енді крышканы алып, өз қалауыңызша әсемдеп шықсаңыз болады. Мен құлпынайды 2-ге бөліп, бетіне қойып шықтым. Медовый торт дайын болды. Сіздермен болған назерке маған жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.